Әл-Бақара сүресі 108-116 аяттар. Әлде сендер түрлі сұрақтармен Мұсаны тергеген қауым секілді өздеріңе келген елшіні де сұрақтың астына алайын деп отырсыңдар ма? Егерде кімде-кім иманға күпірлікті айырбастаса, онда оның тура жолдан адасқаны. Кітап түскен қауымдардың көпшілігі қызғаныштың кесірінен сендерді иман келтіргендеріңді біле тұра кәпірлік жолға түсіргісі келеді. Алла есебін тапқанша оларға кешіріммен қарап елеусіз қалдырыңдар. Барлық құбылысты болдыруға Алланың құдіреті жетеді. Намаздарыңды ыждағаттылықпен өтеңдер, зекеттеріңді беріңдер. Жасаған жақсылықтарыңның барлығы да өздерің үшін. Олардың сауаптарын кейін Алланың құзырынан табасыңдар. Алла істеген істеріңді көріп тұр. Олар яһудилер мен насаралардан өзге ешкімде ешқашанда жәннатқа кірмейді. Олардың сенімдері осындай. Осы айтқандарың рас болса, дәлелдеріңді келтіріңдер деп айтқан оларға: уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Жоқ, жүзін Аллаға бұрып, ізгілік амал жасағандардың ғана зор сауабы Раббысының игілігінде. Оларға ешқандай қауіпте төнбейді, жүректерінде қайғыдан қамықпайды. Насаралардың айтқан сөздерінде негіз жоқ дейді яһудилер. Ал насаралар болса, яһудилер тура жолда емес дейді. Барлығын оқитыны бір кітап, ақиқаттан хабары жоқ надандар да олардың сөзін қайталайды. Қиямет қайым болған кезде олардың теріс пікірлеріне әділ үкімді Алланың өзі айтады. Жаратқанның есімін Алланың мешіттерінде ұлықтап, зікір айтқанға қарсылық білдіргеннен және ғибадатхананы қиратпақ болғаны өткен азғын адам бар ма екен? Мешітке кірген кезде ондайлардың жүректерін үрей билесе игі еді. Ондай пенделерді бұл дүниенің қорлығы мен мазағы және қияметтің жалындаған азабы шарпысын. Күннің шығысы да, батысы да Алланың игілігінде. Жүздеріңді қай тарапқа бұрсаңдар да, сол тараптан Алланы табасыңдар. Ақиқатында Алла барлығы меңгеруші, білуші. Алланың ұлы бар, дейді олар. Алла бәрінен де ұлық. Шын мәнінде ғарыштар мен жердегінің барлығы оның игілігінде, барлығы да оған бағынышты.